Адамдын арасында дейт, акыйдасында ката кеткен проблемный адамдар бар дейт. Алардын бирөөсү тавассул маселесинде аулияр аркылуу суроого болот деп далил иретинде Абу Даудта келген сокур тууралуу хадисти далил кылат дейт. Ал сокур мындай деп айткан: Аллахым менин көзүмдү сүйүктүү кулумдун урматына көрө турган кыл деп. Сизден өтүнүч, ушул хадисти дурус түшүндүрмөсүн айтып бересизби дейт. Birinchidan Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan tavassul durus yo'llari kelgan. Ол Allohning ismlariмен bo'ladi. Pendening o'zining istagan yaxshi amallariмен bo'ladi. Және жақсылықта, игілікте жүрген салих адамның дуасымен болады. Бұдан басқа әулиелердің қадірі, олардың құрметі, немесе соған ұқсаған дуалар бұл ширкке кірмейді. Бірақ бұл Наби саллаллаху алейхи уассаламнан келмеген тәуәссүлдің түріне кіреді. Ей Аллах, осы пайғамбардың құрметімен, осы әулиенің, пәленшінің дәрежесіменен сұраймын деп. Бұл дуаның ішіндегі тәуәссүлдің бид'i түріне кіреді бұл. Ширкке кірмейді бұл. Сол үшін біз айырып білуіміз керек. Бұл оны ширк қылған деп айтылмайды. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, Абу Дауудтың хадисіне қайтатын болсақ, ол хадис дұрыс хадис, бірақ хадистің Аллах айтқандай кейбіреулеріне сеніп, кейбіреулеріне сенбейтін әхлі кітап сияқты болмауымыз керек. Ол хадистің толығына қарауымыз керек. Наби саллаллаху алейхи уассаламнан ол адам келіп, Расул саллаллаху алейхи уассаламнан өзінің осылай соқыр болып жатқанын айтты. Наби саллаллаху алейхи уассалам осы жерде о кісінің құрметімен сұрайтын болса, о кісінің алдына келіп не істейді? О кісінің құрметі үйінде де Аллахтың алдында дуа қылса құрметі бар. Құрметімен сұрайтын болса, дәрежесімен сұрайтын болса, үйінде отырып та сұрай берсе болады. Неге Наби саллаллаху алейхи уассаламның алдына келіп жатыр? Демек, Наби саллаллаху алейхи уассаламның алдына келгеннен мақсат бар. Ол мақсат не? Бұл Наби саллаллаху алейхи уассаламның көрсеткен амалын істеу. Наби саллаллаху алейхи уассалам не деді? Дәрет алып намаз оқы деді да, Аллахқа дуа қыл деді. Сонда дуа қылғанда, Аллах, менің дуамда пайғамбарыңның шапағатын қабылда деп дуа қылды, қараңдар. Аллах, менің осы дуамда пайғамбарыңның шапағатын қабылда деп жатыр. Шапағаты не ол? Дуа қылып жатқан. Аллах, осы пендеңді күнәсін, көзін дұрысташы, көретін қыл, өз мейірімділігіменен осы көру неғматын бер деген дуасы. Осы пайғамбардың шапағаты. Шапағат дегені біреу екеу болу дегені. Өзім дуа қыламын да, басқа біреуде маған қосып дуа қылады, сонымен екеу болады. Ол мені қолдап дуа қылады. Тура мысал, мен бір жұмысты бітіруім керек болатын болса, сен маған жәрдем берсің, сен маған шапағат қылған боласың. Сонда бағанағы соқыр адам, сахаби радиаллаху анху, Аллахқа дуа қылғанда, ей Аллах, мен пайғамбарыңның құрметінен сұраймын, не дейді? Осы пайғамбарыңның дуасын, шапағатын қабылдашы маған дейді. Демек, осы жерде тек қана оның құрметі мәселесі кетіп жатқан жоқ. Бұл жерде пайғамбардың дуасы болып жатыр. Және бір жағы, екінші жағы, ол адамға Наби саллаллаху алейхи уассалам болды, бара бер, мен дуа қылам деген жоқ. Бәлкім дәрет қылып, намаз оқып дуа қыл деді Аллахқа. Демек, бұл екі жақтан болып жатыр. Бұл жерде тәуәссүл екі жақтан болып жатыр. Не жағынан? Жақсылықта болған адамның дуасымен болып жатыр. Жақсылықта жүрген адам кім? Жақсылықта жүрген адамдардың имамы Мұхаммад алейхиссалату вассаламның дуасы. Бұл бір тәуәссүл. Бұл шариғатқа бар. Шариғатта бар. Екінші тәуәссүл ол не? Жақсы амалмен тәуәссүл қылу. Ол жақсы амал қалай? Наби саллаллаху алейхи вассалам дәрет алып намаз оқы деді. Сосын сұра деді. Ол жақсы амалменен болып жатқан тәуәссүл. Демек, бұл жерде
шариғатқа сай болған екі тауассулдың түрі бар. Аллаху алам.